Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен мынандай дәмді 4 түрлі суши жасайтын боламыз. Біз ең алдымен күрішімізді 3-4 қайтара жуып, осылай кептіретін боламыз. Менің қосқаным үйдегі күнделікті қолданылып жүрген күріш, негізі сушиға арналған өзінің жеке күріші болады, соны қоссаңыздар тіптен жақсы болады. Біз енді күрішімізге қосатын уксусный раствор жасап алатын боламыз. 1 шай қасық уксусымызды қосып, оның үстіне 20 грамм су құямыз және 25 грамм қант, 1 шай қасық тұз салатын боламыз. Қантымыз ергенше ғана жаңағы газға қойып аламыз, қайнатпаймыз. Ыдысымызға күрішімізді салып пісіретін боламыз. Ыдысымыз неғұрлым қалың болғаны дұрыс, жаңағы күрішіміз жабысып қалмас үшін. 250 грамм күрішіміздің үстіне 300 грамм су құятын боламыз. Енді күрішімізді орташадан кішкене жоғары отқа қойып, бұрқылдап қайнай бастаған кезде оттың астын азайтып, тағы да қақпағын жауып 10 минутқа қалдыратын боламыз. Міне біздің күрішіміз дайын болды, жақсы әдемі болып пісті. Енді осы күрішімізді ағаш тақтайсаның үстіне салатын боламыз. Себебі қазір уксусный растворды құйған кезде жаңағы артық суды ағаш тақтайшаға сіңіп кететіндей. Растворымызды құйып, жақсылап күрішімізді араластыратын боламыз. Енді жаңағы сушиіміздің начинкасын дайындаймыз. Осындай бір қиярды алып, бір қиярдың ортасынан бөліп, жаңағы жартысының өзін 4-ке бөлетін боламыз. Жаңағы бөліп алған қиярымыздың ортасындағы дәнектерін сәл жұқа етіп алып тастайтын боламыз. Мына краб таяқшаларды дайындап қоятын боламыз. Біз бұны ешқандай да бөлмейміз, осы бүтін күйінде қосатын боламыз. Ал балықты болса, мен мынандай сёмга қолдандым. Сіздер кез келгені қолдансаңыздар болады, форельді де қолдансаңыздар болады. Мына балықты кеспес бұрын 1-2 сағат морозильникке қатырып қоюымыз керек. Кескен кезде оңайырақ болсын деп. Менікі дұрыс қатпағандықтан осылай бөлініп жатыр. Енді біз күрішімізді 4-ке бөлетін боламыз. 4 түрлі суши болғандықтан әр жаңағы күрішіміз 130-140 граммнан болуы қажет. Қолымызды жақсылап сулап отыратын боламыз. Әйтпесе қолымызға күріш жабысып қалады. Суши орайтын арнайы циновкаға орайтын боламыз. Міндетті түрде жаңағы пищевой пленканы орап алыңыздар. Нориді қолданған кезде жаңағы глянцевый жылтыр жағын астына қарататын боламыз. Норидің арзан түрін алмаңыздар, себебі ол жыртылып кетуі мүмкін. Ал творожный сыр, мен осында Хохланд сливочный деген қолданамын. Жаңағы зеленью дегенді алмаңыздар. Осындай сливочный түрі жақсы. Енді нориға осы күрішімізді жақсылап жартысына дейін орналастырамыз. Оның үстінде көріп тұрғандарыңыздай қиярды саламыз. Жаңағы артық жерін кесіп алып тастаймыз. Енді осының қасына краб таяқшаларын орналастырып, жаңағы творожный сырымызды осының үстіне салатын боламыз. Менде кондитерский мешок, сіздерде болмаса жай целлофанға салып жасай берсеңіздер де болады. Біз ең бірінші жаңағы сушидің капелька түрін жасайтын боламыз. Енді көріп тұрғандарыңыздай жақсылап орайтын боламыз. Жаңағы бәрі шашылып кетпес үшін абайлап ораған дұрыс. Енді мына қалған нориді жаңағы сулап аламыз, себебі жабыспай қалады суламасаңыздар. Сол үшін міндетті түрде сулау қажет. Енді мына капелька түрін, капелька формасын шығару үшін жаңағы бас бармақпен, сұқ саусақпен қысып отырып, жаңағы форманы шығаратын боламыз. Келесі сушиіміз бізде жаңағы жареный түрі болады. Дәл жаңағындай күрішімізді орналастырып, оған жаңағы сёмгамызбен қиярды салып орайтын боламыз. Бұл жерге жаңағы творожный сырды қоспаймыз, себебі бұл қуырылатын болғандықтан творожный сырымыз еріп кетуі мүмкін. Біз
Бізде қалған сушимыздың жаңағы формасы 4 бұрышты болу керек. Жайлап орап алғаннан кейін, орап бастағаннан кейін жаңағы указательный пальчик дейміз ғой, сонымен үстінен басып жаңағы форманы шығарамыз. Мына қалған бос нориді жаңағы сулауды ұмытпаңыздар, ол міндетті түрде. Келесі сушимыз жасау үшін біз ең алдымен пищевой пленкамыздың үстін сулап аламыз. Бізде ең алдымен бұл жерде күрішті салатын боламыз. Күрішті осылай жарты нори сиятындай қылдырып, 4 бұрыштап орналастырып аламыз. Жаңағы нориіміздің жартысын кесіп тастаймыз. Үстіне орналастырып, крабовый палочкамызды және де творожный сырымызды үстіне жағатын боламыз. Творожный сыр неғұрлым көбірек болса, соғұрлым дәмдірек болады. Бізде бұл сушиіміз көбісіне ұнайтын Филадельфия сливочный суши болады. Бұны да жаңағындай 4 бұрышты етіп орайтын боламыз. Жақсылап орап болғаннан кейін жаңағы жұқалап кесіп алған балығымызды толықтай үстіне қойып шығатын боламыз. Балықтың барлығын қойып шыққаннан кейін жаңағы үстінен 1-2 қайтара циновкамызбен басып шығамыз. Біздің жасайтын соңғы сушимыз қалды, ол бізде кунжутпен болады. Тура жаңағындай пищевой пленкамызды сулап аламыз, одан кейін үстіне күрішімізді салып, жаңағындай формасын шығарып 4 бұрышты, оның үстіне нориімізді орналастырамыз. Бұл жерге салатын начинкамыз творожный сыр мен краб таяқшалары. Бұны да жаңағындай 4 бұрыш етіп формасын шығарып орайтын боламыз. Біздің мына сушиіміз кунжутпен болғандықтан, кунжуттың дәмі ерекше дәмді болу үшін кунжутты 1-2 минут жаңағы табада жақсылап қуырып алатын боламыз. Сол кезде дәмі ерекше тәтті болады. Сушиімізді аунатқанға оңай болатындай кунжутымызды үлкенірек ыдысқа салып, бұлай бар жағынан жақсылап араластырамыз. Біз енді жареный сушиімізға кляр жасайтын боламыз. Жаңа клярымызға бізге 1 жұмыртқа, су көз мөлшерімен және де ұн керек. Осының бәрін жақсылап араластырып, шамамен блинидікіндей сұйықтық қажет. Менің қолданған панировочный сухари міне осындай арнайы, сіздер кез келген қолдана берсеңіздер болады. Жаңағы сушиімізді жақсылап араластыру үшін осындай кеңірек ыдысқа салып, жақсылап клярымызға аунатып аламыз. Одан кейін барып панировочный сухариға жақсылап аунатып алатын боламыз. Менде майым қызып тұр. Енді осы майға жақсылап қуырып аламыз. Кішкене қызарып, қуырылғаны дұрыс. Сушиіміздің бәрі дайын болды. Енді барлық сушиімізді бөлетін боламыз. Ең алдымен тура ортасынан 1 бөлік бөлеміз. Одан кейін жаңағы бөлген 2 бөлікті 4 бөлікке бөлетін боламыз. Барлығын бөлген кезде бізде 8 суши шығады. Барлықтарыңызға ұнады және түсінікті деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.